Сәлем достар, біз бүгін үй жағдайында ата-әжелеріміз, үлкен кісілер жақсы көретін кеспе көже дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге ең алдымен 300-400 грамм ет, және бір дана пияз, бір дана сәбіз және 3-4 картоп қажет болады. Қазанымызды отқа қойып, үстіне аздап сұйық майымызды құйып, май қызғаннан кейін бағанаға туралған етімізді саламыз. Бұл жерде менде тек жұмсақ ет қана емес, кішкене сүйек те бар. Егер етіңіз сүйек аралас болса, онда тіпті жақсы, өйткені сүйек біздің сорпамызға өте керемет дәм береді. Осылай етімізді қуырамыз. Етіміз қуырылғанша біз бір дана пиязымызды турап аламыз. Міне етіміз жақсылап қызарып қуырылды. Оның үстіне бағана турап алған бір дана пиязымызды салып, тағы да араластырып 1-2 минут қуырамыз. Одан соң оның үстіне жарты шай қасық тұз қосамыз. Менде бұл жерде етім тұздалған, сондықтан мен жарты шай қасық тұз салдым. Сіздер егер еттеріңіз тұздалмаған болса, бір шай қасық тұз салсаңыздар жеткілікті. Және бір шай қасық қызанақ пастасын салып, жақсылап қызартып 2-3 минуттай қуырамыз. Біздің етіміз қуырыла береді. Біз мына жақтан бір дана сәбізімізді турап аламыз. Өз қалауыңызша турай берсеңіз болады. Сәбізімізді турап алып, еттің үстінен саламыз. Оны да жақсылап 1-2 минут қуырып аламыз. Ол қуырылып жатқанда біз келесі картоптарымызды турап аламыз. Картопты да мен осылай 4 бөлікке бөліп турап алдым. Сәбіздің үстінен картопымызды салып, барлығын алтын түстес болғанша қызартып, жақсылап қуырып аламыз. Қуырып алғаннан кейін үстіне су құямыз. Салқын су құя беріңіздер. 1-7 литр су құйдым мен. Бетін жауып, қайнағанын күтеміз. Қайнағаннан кейін бетіндегі көбіктерін арнайы осылай сүзгіштің көмегімен алып тастаймыз. Одан соң сорпаның үстіне 2 дана лавр жапырағын салып, баяу отта етіміз піскенше сорпамызды қайнататын боламыз. Бетін осылай жауып қойсаңыздар да болады. Біз етіміз піскенше қамырымызды илейміз. Ол үшін ыдысымызға 1 дана жұмыртқаны жарып аламыз. Және жарты шай қасық тұзымызды саламыз. Оның үстіне 2 ас қасық су қосамыз. Осыны жақсылап алдымен тұзы ерігенше араластырып аламыз. Одан соң үстіне електен өткізіп, ұнымызды салып, қатты емес, жұмсақ емес қылып, орташа етіп қамырымызды илейтін боламыз. Осылай қамырымызды илеп алып, үстінен жауып, тұндырып қоямыз. 15-20 минуттан кейін қамырымыз тұнып шыққан соң, оны алып жаямыз. Астына осы ұнын сеуіп, қамырымызды қатты жұқа емес, қалың емес етіп жайып аламыз. Міне менің қамырым дайын болып қалды. Енді оны ортасынан осылай бірнеше бөлікке бөліп аламыз. Өйткені біз оны қазір кеспе кескіштен өткізетін боламыз. Менде осындай кеспе кескіш, қазір осымен қамырымызды кесіп шығатын боламыз. Сіздерде бұндай кеспе кескіш болмаса, онда қолмен кессеңіздер де болады. Міне қазір қамырымызды кесіп шығамыз. Осылай қамырымызды қысып аламыз да, ары қарай айналдырамыз. Екінші жағынан қамырымыз әдемі болып осылай кесіліп шығады. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Міне біздің сорпамызда
осылай өте жақсылап қайнады, етіміз пісті. Осы жерде тұзын көріп алыңыздар. Тұзы сәл кемдеу болу қажет. Өйткені қазір кеспені салғанда оның тұзы біркелкі әдемі болып шығады. Үстіне осылай бағанаға кеспемізді саламыз. Бетін жабамыз. Қарап тұрасыздар, осылай тасып кетпесін, қайнайды. Қайнағаннан кейін бір араластырамыз. Осылай 1 минут қайнатамыз да, одан соң бетін жауып, отты өшіресіздер. Біздің кеспеміз дайын болды. Осылай құйып, ұсына берсеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады. Ата-әжелеріңізге, үлкен кісілерге жасап беріп қуантып қойыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Видеом сіздерге ұнаған болса, видеоға лайк басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі видеоларда кездескенше.